Қайырлы таң менің сүйікті көрермендерім. Барлықтарыңызға берекелі, табысты, жемісті күн тіледім. Бүгін менің көңіл күйім керемет болып тұр. Таң азанымен би билеп, ән шырқап, бетіме таңғы күтімімді жасап, содан көңіл күйім көтеріңкі болып тұр. Сіздерге де күндеріңізді осылай берекелі, белсенді бастауға кеңес беремін. Төсек орнымды жинап болған соң, ұйқымды ашу үшін балмұздақтан салқын коктейль жасап ішкім келіп тұр. Егер сіз де менімен бірге таңғы ас ішкіңіз келсе, қолыңызға бір шынаяқ кофеңізді немесе шайыңызды демдеп алып, экранның арғы бетіне жайғасыңыздар. Менде бүгін генеральная уборка. Менімен бірге үй жинаңыздар. Арнамнан алыстамаңыздар. Егер менің үй жинаған видеомды көріп шабытыңыз ашылса, ерінбей орныңыздан тұрып, үйіңізді тап-таза қылып жинап алыңыз. Ал егерде зауқыңыз соқпай тұрса, жай ғана шайыңызды немесе кофеңізді ішіп отырып, менің видеомды қарап, тамашалап, демалып алыңыздар.
Сәлем менің сүйікті көрерменім. Қайырлы таң. Барлықтарыңызға сәтті, табысты, берекелі, жемісті күн тіледім. Көктемнің шуақты күндері сондай керемет. Дала жылынып, нәзік жандылар құлпырып, барлық адамдар қалың киімдерін тастап, жұқа киімдерге өтетін уақытта келіп жетті. Бірақ өкінішке орай менің киімдерімнің көбісі қалың екен. Сол себепті жұқа киімдер алуға шопинг жасаймын деп шешіп отырмын. Менімен бірге шопинг жасағыларыңыз келсе, менің арнамнан алыстамаңыздар. Бірге шопинг жасайтын боламыз. Бүгінгі күні көңіл күйім сондай керемет болып тұр. Себебі мен бүгін жаңа киімдер аламын. Ура! Терезені ашып қарасам, дала сондай керемет болып тұр. Көктемнің иісі аңқып, дала жып-жылы болып тұр екен. Қуана кеттім. Шопинг жасауға сәтті күнді таңдаған екенмін. Көктем мезгілі нәзік жандылар үшін ерекше уақыт қой. Образ өзгерткіміз келіп, құлпырғымыз келіп, жанымыз бір өзгешелікті қалап тұратын уақыт қой. Шашымызды қиғымыз келеді. Не болмаса шашымызды бояғымыз келеді. Әйтеуір жанымыз бір өзгешелікті қалап тұрады. Сол себепті мен де шашымның түсін өзгертіп, сұп-сұлу блондинка болып шыға келдім. Сіздер дайын болсаңыздар, жайма шуақ көрікті көктем мезгілінде бірге құлпырып, бірге шопинг жасайық. Үстіме ыңғайлы киімдерімді киіп алып, әшекей бұйымдарымды тағып алып, шопинг жасауға дайындалдым. Әшекей бұйымдарды көп қылып тағып алған маған қатты ұнайды. Және де соларды тағып алған кезде көңіл күйім ерекше көтеріліп, маған бір шабыт сыйлайды. Сұлулықты жан-жақтан іздеймін. Очкиді түрлендіріп киген тоже маған қатты ұнайды. Сол себепті әртүрлі очкиді әртүрлі кезде көңіл күйіме байланысты түрлендіріп киемін. Ал мен жолға шығуға дайындалып жатырмын. Аяғыма киіп жатқан кроссовкама қараңыздаршы, сондай ыңғайлы, жайлы, әрі жұмсақ. Сол себепті тағы осындай біреуін алып алсам деп отырмын. Мына аяқ киімнің ыңғайлылығы сонша, тіпті бұдан 2-3 алуға да қарсы емеспін. Үстімді реттеп жолға шықтым. Көлікке мініп, Чечи дүкеніне қарай жол тарттым. Мінекей, Чечи дүкеніне де бірге келіп қалдық. Мұнда сәнді киімдер өте көп. Бұл дүкеннің киім үлгілері маған қатты ұнайды. Бірақ өкінішке орай жұқа киімдерге әлі жаңа түсірілім болмаған екен. Сол себепті қаламыздағы сәнді әрі әдемі киімдер сататын дүкен бренд шопинг дүкеніне келіп қалдым. Мұнда таңдау өте көп екен. Киімдер бірінен бірі өткен әдемі, сәнді әрі заманауи. Бұл жақты аралап жүріп, өзіме 2 әдемі жұқа кофта сатып алдым. Бұйыртса, үйге барған соң сіздерге не алғанымды көрсетемін. Мұн жақтағы киімдер маған қатты ұнады. Бірінен бірі өткен әдемі екен. Бұл жақта менің талғамдағы киімдер өте көп екен. Барлық киімдер көзіме түсті. Шіркін-ай, осылардың барлығын алып алсам ғой. Жарайды қыздар, жай әзілдеп жатырмын. Өзіме қажеттімді ғана алып алдым. Өзіме қажетті 2 кофта түрін таңдап алдым. Сіздермен үйге барған соң бөлісетін боламын. Өзіме ұнайтын киімдерді алып алған соң көңіл күйім сондай көтеріңкі болып тұр. Ендігі кезекте маған аяқ киім алу керек. Өзіме ұнайтын, жайлы, ыңғайлы, әдемі қара туфли сатып алдым. Аяқ киім таңдау процесі маған аса қатты ұнай бермейді. Дүкен аралап, өзіме ұнайтын киімдерді алып болған соң, қарным қатты ашып кетті. Қарнымды тойдырып алайын деп, Ланчжоу кафесіне келдім. Ланчжоу кафесіндегі тамақтар өте дәмді екен. Бұл жақтың пампушкасы маған қатты ұнайды. Мантыларының дәмі тіпті керемет. Лапшалары сәл өзгешелеу екен. Салаттарды да қосып береді екен.
Үйіме қайтып бара жатқан кезде құрбыларым қоңырау шалып, бірге кешкі ас ішуге шақырды. Содан қуанып кеттім. Үйге қарай 180-мен зыттым. Үйге жеткен соң, сіздерге уәде еткенімдей, бүгін не алғанымды сіздермен бөлісейін деп шештім. Қараңыздар, та-да-да-дам! Мына бір алқызыл түсті кофта маған сондай қатты ұнады. Нәзік әрі әдемі. Мына ақ кофта жеңіл, жұқа әрі сәнді, ешқандай артық элементсіз. Та-да-да-дам! Аяқ киім алғанды ұнатпаймын деген қара туфлиім алған. Осы аяққа өте ыңғайлы, өте жұмсақ. Осы уақытқа дейін алған туфлиларының арасындағы ең ыңғайлысы осы болған шығар, достар. Қараңыздаршы, аяқта қандай әдемі тұр. Сүп-сүйкімді, жып-жинақы, тамаша. Ең бастысы ыңғайлы. Ал көптен күткен менің сүйікті де сүйкімді ақ кроссовкем. Та-да-да-дам! Бұл кроссовкеді қанша мақтасам да аз, себебі аяққа сондай ыңғайлы. Қазақта мақал бар ғой, дүниенің кеңдігіне не пайда, аяқ киімің тар болса деген. Сол себепті аяқ киіміңіз ыңғайлы болса, көңіл күйіңіз де керемет болады, барлық шаруа оңынан болады. Яғни аяғыңыз қысып тұрса, көңіл күйіңіз болмайды, еш нәрсеге зауқыңыз болмайды. Құрбыларыммен кездесуге мына әдемі қара кажагым мен қара көйлегімді киемін деп шештім. Давайте тез бірге дайындалып тастайық. Get ready with me. Мынау менің сүйікті тенім. Тез көзіме жағып алайын. Ендігі кезеге подводка. Фук, сызып алдым, стрелкамды салып алдым. Ендігі кезекте туш. Чик, кірпігімнің барлығын қайырып алдым. Әдемі болып қалды. Ал қыздар, енді тек соңғы штрихтар қалды. Карандашла көпті алып, ернімнің шегін әдемілеп сызып алдым. Фук. Ал дайын болдық. Енді қызыл помадамен ернімді бояп алайын. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Түсі маған сондай қатты ұнайды. Бағана сіздерге мақтанып жатқан шашым, қыздар. Сұп-сұлу блондинка болып алдым деп едім ғой. Сіздерге қалай, өзіме қатты ұнап тұр. Ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал мен отырысқа шықтым, қыздар. Давайте, арнамнан алыстамаңыздар. Сіздермен түнгі қаланың көрінісімен де бөлісемін деп шештім. Біздің қаламыз қазір күннен күнге көркеюде. Түнгі қалада серуендеу сондай керемет көрініс. Айналаның бәрі жап-жарық, әдемі. Сонымен қатар көктем келген соң дала ташып-жылы, тек қана таза ауада серуендей бергім келеді, және серуендей бергім келеді, достар. Сіздерге де солай жүруге кеңес беремін. Қыздар, неке үйге келдім, енді өзімнің сүйікті жемістерімді турап алып, сүйікті дорамамды көрейін деп, алдыма ноутбугымды алып отырмын. Мына дорама енді тіпті керемет қызықты екен. Рахаттанып күліп отырып, фруктымды жеп отырып, күшті көңіл-күймен көріп алдым. Дорама көріп отырып бос отырмайын деп, ертеңгі күнге жоспарымды жазып қояйын деп шештім. Алла сәтін салса, осы нәрселерді жасауым керек деп, өзіме белгілеп түртіп жазып алдым. Сіздерге де осыны кеңес берем, сонда ойыңыз шашырамай, ертеңгі күн не істеу керек екеніңіз нақты ойыңызда тұратын болады. Мақсат секілді жазып қою керек.
менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет сүйікті көрерменім. Барлықтарыңызға қайырлы түн, сау болыңыздар.